Құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Бүгін сіздерді жүрекке жететін әсерлі өмір хикаясы күтіп тұр. Әңгімені бастамас бұрын арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Енді уақытты сөзбай, оқиғамызды бастайық. Мақпал әкесінен айырылғанда небәрі 14 жаста еді. Сол күннен бастап олардың шағын үйінен күлкі де, береке де бірге кеткендей болды. Әкесі тірі кезінде жағдайлары аса жақсы болмаса да, дастарханнан ыстық ас үзілмейтін, ал әкесі өмірден өткеннен кейін бәрі өзгерді. Жаназа күні үйдің іші адамға толды. Алыс жақын туыстардың бәрі келді. Бірі жылады, бірі қажет болса біз бармыз деді. Кейбірі анасының қолын қысып, сімлім, уайымдама, Мақпал бізге де қыз, жалғыз қалдырмаймыз деп уәде берді. Бірақ сол күннен кейін есікті ешкім қақпады. Айлар өтті, жылдар өтті. Телефонда соқпады. Қалайсыңдар деп хал сұраған жан болмады. Мақпал алғашында әр мереке сайын біреу хабарласар деп күтетін, кейін күтуді де қойды. Анасы Гүлнәрдің аяғы ауыратын, ұзақ жүрген сайын тізесі ісіп кететін. Дәрігерлер ота жасау керектігін айтқанмен, оған керек қаражат олардың түсіне де кірмейтін. Қызым, мен үшін уайымдама, сен тек оқуымды аяқта дейтін анасы күлімсіреуге тырысып. Мақпал оның сол күлкісінің ар жағында қаншама ауырсыну жатқанын сезетін. Күн сайын таңғы 7-де университетке кетеді. Сабақтан кешке шаршап келсе де, дем алуға уақыты жоқ. Үйдің тіршілігі, анасының күтімі, ертеңгі сабақ. Бір күні анасы дастархан басында ақырын ғана: "Үйдегі ақшамыз 1-2 күнге ғана жетеді" деді. Мақпал үндемеді, іші өртеніп бара жатты. Неге біз осындай күйдеміз? Неге ешкім көмектеспейді? Деген ой самасын мазалады. Сол түні ұйқысы қашты. Телефонын алып, интернеттен ақша табудың жолдарын іздей бастады. Бір кезде алдынан түрлі тәттілердің бейнесі шықты. Әдемі безендірілген торттар, капкейктер, чизкейктер. Үйден тапсырыс қабылдап жұмыс істеймін деген қыздың видеосын көріп отырып, оның бір сөзінен ерекше әсер алды. Ең бастысы бастау. Мінсіз болуды күтсең, өмір бойы күтесің. Осы сөз Мақпалдың жүрегіне қадалып қалды. Ертеміне шәкіртақысынан артылған аз ғана ақшасына тәтті пісіруді үйрететін арзан онлайн курсты сатып алды. Бағасы да аса қымбат емес еді. Алғашқы сабағын көргенде бәрі оңай сияқты көрінді, бірақ іс жүзінде мүлде басқаша болды. Бірінші бисквиті көтерілмей қалды, екіншісі күйіп кетті. Үшінші кремі сұйық болып ақты. Ас үйдің іші ұн мен ыдысқа толып кеткенде анасы күліп: "Әкең тірі болғанда біздің үйде наубайхана ашылыпты ғой" деп әзілдер ет деді. Мақпал да еріксіз жымиды. "Бір күні шынымен наубайхана ашам, мама." "Ашасың қызым, мен саған сенемін." Осы 4 сөз Мақпал үшін әлемдегі ең үлкен қолдау еді. Күндер өте берді. Әр кеш сайын жаңа рецепт, жаңа қателік, жаңа тәжірибе. Бірнеше аптадан кейін алғаш рет өзі пісірген шағын торт әдемі шықты. Дәмін көрген анасы көзіне жас алып: "Қызым, мынауың дүкендегіден де дәмді екен." Мақпал қуаныштан анасын құшақтап алды. Бұл тек бастамасы. Сол түні ол әлеуметтік желіге алғаш рет өз қолмен жасаған тортының суретін жүктеді. "Үйде дайындалған балғын торттар, тапсырыс қабылдаймын." Жариялаған соң ұзақ қарап отырды. Ешкім жазбаса ше, күлсе ше, мазақ етсе ше. Жүрегі дүрсілдеп, телефонды запке қойды. Арада 10 минут өткенде хабарлама келді. "Сәлеметсіз бе? Бір келілік торттың бағасы қанша?" Мақпал сенер-сенбесін білмей қалды. Бұл оның өміріндегі ең алғашқы клиент еді. Сол сәтте ол әлі білмейтін бір нәрсе болды. Дәл осы кішкентай хабарлама оның тағдырын түбегейлі өзгертетін ұзақ жолдың алғашқы қадамы болатын. Ал бірнеше жылдан кейін дәл осы қыздың есігін кезінде халін сұрамаған туыстары бірінен соң бірі қағатындарын ол әлі мүлде елестете алмайтын. Мақпал телефондағы хабарламаға ұзақ қарап отырды. Қолдары дірілдеп кеткендей болды. Бұл жай ғана тапсырыс емес еді. Бұл оның өзіне деген алғашқы сенімі болатын. Ол бірден жауап жазды. "Сәлеметсіз бе? Иә, әрине тапсырыс қабылдаймын. Қандай торт керек еді?" Хабарламаның ар жағындағы адам туған күнге арналған қарапайым торт сұрады. Бағасы үлкен емес еді. Бірақ Мақпал үшін оның маңызы ақшада емес болатын. Ол анасына жүгіріп келді. "Мама, маған тапсырыс түсті." Гүлнәр қызының жүзіндегі қуанышты көріп, өзде қуанып кетті. "Шын айтасың ба қызым?" "Иә, мен торт жасаймын." Амасы үнсіз ғана қызына қарап отырды.
Оның көзінен қуанышпен бірге мұң да байқалды. Себебі ол қызының балалық шағының тым ерте аяқталғанын білетін. Басқа қыздар университеттен кейін құрбылармен қыдырып, өз өмірін ойлап жүргенде, Мақпал отбасының жағдайын ойлайтын. Ол ешқашан ешкімге шағынданбады. Тіпті кейде университетте достары: «Мақпал, демалыста қайда барасың?» «Үйде боламын» деп қысқа жауап беретін. Олар оның не үшін үйден шыққысы келмейтінін білмейтін. Ал Мақпалдың бар ойы анасының дәрісін уақытында беру, үйдің ақысын төлеуге көмектесу, бір күні жақсы өмір сүру еді. Алғашқы тапсырыс күні ол таңғы 5-те тұрды. Ас үйді тазалап, керек заттарын дайындады. Бірақ тәжірибесі аз болғандықтан бәрі ойлағандай оңай болмады. Кремін дайындап жатқанда ол қайта-қайта рецептке қарады. Тек сәтті шықса екен. Анасы бөлмеден: «Қызым, қолыңнан келеді» деп дауыстады. Сол сөз оған күш берді. Бірнеше сағаттан кейін кішкентай, бірақ әдемі безендірілген торт дайын болды. Мақпал оны қолына алып ұзақ қарады. Бұл жай ғана торт емес еді. Бұл оның қиын өмірден шығуға жасаған алғашқы қадамы болатын. Клиент тортты алып кеткенде: «Өте әдемі екен, үйден жасалғаны көрініп тұр, рахмет» деді. Мақпал сол сәтте ерекше бақыт сезінді. Кешке тапқан ақшасын қолына ұстап отырып, көпке дейін үнсіз отырды. Бар болғаны аз ғана ақша еді. Бірақ ол ақшаға ол үлкен үміт сейді. Сол күні ол дүкеннен анасына 1-2 келі жеміс алып келді. «Мама, бұл сізге». Анасы таңғалып: «Қандай керемет, өз еңбегіңмен таптың, жарайсың жаным». «Рахмет анашым». Гүлнәр қызының қолынан ұстап: «Қызым, сен кішкентай кезінен бері тым жауапты болып кеттің. Сенің бала болып ойнағаныңды да көрмедім». Мақпал үндемей қалды. Өйткені анасының айтқаны рас еді. Әкесі кеткеннен кейін ол бір күнде есейді. Уақыт өте келе Мақпалдың шағын тапсырыстары көбейе бастады. Алдымен бір аптада 1-2 адам жазатын. Кейін күн сайын хабарламалар келе бастады. Біреуі торт сұрады, біреуі тәтті құраптарға тапсырыс берді, біреуі мерекеге арналған десерттер керек деді. Мақпал сабақтан кейін түнге дейін жұмыс істейтін болды. Кейде түнгі сағат 2-де ғана ұйықтайтын. Таңертең қайта тұрып университет кететін. Достар оның шаршап жүргенін байқап: «Мақпал, неге өзіңді сонша қинайсың?» деп сұрайтын. Ол тек күлімдеп: «Арманым бар» дейтін. Бірақ оның ең үлкен арманы бай болу емес еді. Ол тек бір күні анасының аяғы ауырмай жүріп тұрғанын көргісі келді. Бір күні университеттен келгенде анасы ақсап жүргенін байқады. «Мама, аяғыңыз қатты ауырып тұр ма?» «Жоқ қызым, аздап қана». Бірақ Мақпал анасының өтірік айтып тұрғанын білді. Сол түні ол интернеттен аяқ ауруларын емдейтін клиникаларды қарай бастады. Кейбір жерлердің бағасын көргенде жүрегі ауырды. Оған қазіргідей табыспен ол ақшаға жету мүмкін емес сияқты көрінді. Бірақ дәл сол сәтте ол өзіне бір уәде берді. «Бір күні сізді ең жақсы дәрігерге апарамын, мама». Ол кезде бұл арман сияқты еді. Ал өмірде кейде ең үлкен өзгерістер кішкентай сенімнен басталады. Мақпал әлі білмейтін. Оның қолындағы кішкентай кондитерлік іс бір күні үлкен бизнеске айналып, бүкіл қала білетін бренд болатынын. Ал сол кезде кезінде қалайсың деп бір ретте сұрамаған адамдар оның алдына қайта келетінін. Мақпал күн сайын өз-өзін жетілдіруге тырысты. Ол жай ғана тәтті пісіріп сатқысы келген жоқ. Ол адамдардың есінде қалатын дәм жасағысы келді. Сабақтан кейін кітапханаға барып, интернеттен кондитерлік өнер туралы ақпарат іздейтін. Тегін сабақтарды көретін, тәжірибелі мамандардың кеңестерін жазып алатын. Кейде оның қолында жаңа құралдар алуға ақша жетпейтін. Сонда ол мұңайып отырмайтын. «Қазір менде мүмкіндік аз шығар, бірақ бір күні бәрі болады» деп өзіне айтатын. Ол әрбір қиындықты жеңуге тырысты. Бір күні университетте үлкен мереке өтетін болды. Студенттер арасында шағын жәрмеңке ұйымдастырылды. Көп адам өз қолымен жасаған заттарын сататын. Мақпалды қатысуға шешім қабылдады. Анасы: «Қызым, шаршап жүрсің ғой, оғанда уақыт керек емес пе?» деп алаңдады. «Мама, бұл мен үшін мүмкіндік болуы мүмкін». Ол бірнеше күн дайындалды. Кішкентай капкейктер, тәтті қораптар, түрлі десерттер жасады. Жәрмеңке күні оның үстелі ең қарапайым болды. Басқалардың әдемі безендірілген орындары, дайын жарнамалары бар еді. Ал Мақпалда кек өз қолының еңбегі болды. Алғашқы сағатта ешкім келмеді. Мақпал үнсіз отырды. Мүмкін менің қолымнан келмейтін шығар деген ой алғаш рет келді. Бірақ көп замай бір қыз келіп: «Мынау өзіміз жасаған тәттілер ме?» «Иә, біреуін алып көрейін». Қыз дәмін көріп: «Өте дәмді екен».
Осы сөзді естіген тағы бірнеше адам келді. Кешке қарай Мақпалдың барлық тәттілері сатылып кетті. Бұл оның өміріндегі үлкен жеңіс емес еді, бірақ ол үшін бұл өте маңызды белгі болды. Ол өзіне тағы бір рет сенді. Арада бірнеше ай өтті. Мақпал университетте оқуын жалғастырып жүріп, тапсырыстарын көбейтті. Оның кішкентай парақшасына жазылатын адамдар саны артты. Бірақ өмір әрқашан тек жақсы жаңалықтан тұрмайды. Бір күні үлкен тапсырыс алды. 10 шақты торт дайындау керек болды. Бұл оның алған ең үлкен тапсырыс еді. Ол қуанып, бар күшін салды. Бірақ тапсырыс беруші алғаннан кейін бірнеше сағаттан соң хабарласты. Торттың бір бөлігі ойдағыдай болмады. Клиенттеріме ұнай қоймады. Мақпалдың жүрегі түсіп кетті. Ол алғаш рет осындай жағдайға тап болды. Кешіріңіз, мен ақшаны қайтарып беремін. Сол күні ол қатты жылады. Бар еңбегім зая кетті деп ойлады. Анасы қасына келіп отырды. Қызым, бір рет қателестім деп арманыңнан бас тартпа. Бірақ менің қолымнан келмейтін сияқты, мама. Гүлнар қызының қолынан ұстап. Сен әкеңе ұқсайсың. Ол қиындық көрсе ешқашан берілмейтін. Бұл сөз Мақпалға күш берді. Ол сол түні қайтадан сабақтарын қарап шықты. Қателігінің себебін тапты. Ол түсінді. Жетістікке жету үшін кек арман жеткіліксіз, білім де керек. Содан бастап ол ақша жинап, кәсіби кондитерлік курстар іздей бастады. Арзан болса да, сапалы білім беретін курстарды сатып алды. Әрбір жаңа нәрсені үйренді. Әрбір қателігін тәжірибеге айналдырды. Ал оның жүрегінде бір ғана мақсат болды. Мен анамды жақсы өмірге жеткіземін. Бірнеше жылдан кейін Мақпалдың аты тек көршілер арасында емес, қала ішінде таныла бастайтынын, оның кішкентай ас үйі үлкен кондитерлік цехқа айналатынын. Ал кезінде әкесінің жаназасында ғана көрінген туыстары оның жетістігін естігенде қайта оралатынын. Мақпал ол кезде әлі білмейтін. Қазір оның алдында ұзақ әрі қиын жол бар еді, бірақ сол жолдың алғашқы қадамы жасалды. Бәрі бір торттан басталған еді. Мақпал өмірінде бір нәрсені анық түсінді. Ешкім келіп оның жағдайын өзгертіп бермейді. Егер ол және анасы жақсы өмір сүргісі келсе, ол үшін өзі әрекет етуі керек. Сол күннен бастап, ол уақытын бұрынғыдан да дұрыс жоспарлай бастады. Таңертең университет, түстен кейін сабаққа дайындық, кешке тапсырыстар, ал түнде жаңа рецепттерді үйрену. Кейде сағат түнгі 3-те ғана ұйықтайтын. Таңертең оянғанда денесі шаршаттырса да, жүрегінде бір ерекше күш болатын. Өйткені оның алдында мақсаты бар еді. Бір күні анасы ас үйге кіріп, қызының тағы да торт жасап жатқанын көрді. Қызым, сен өзімді тым қинап жібердің-ау. Мақпал күлімсіреді. Мама, қазір қиын болса да, кейін жеңіл болады. Гүлнар қызына қарап үнсіз қалды. Ол Мақпалдың жас қыз болса да, өмірдің үлкен жауапкершілігін арқалап жүргенін түсінетін. Мақпалдың кішкентай ісі біртіндеп дами бастады. Алғашында ол тек таныстарына сататын. Кейін әлеуметтік желідегі парақшасына адамдар көп жазыла бастады. Бір күні оған белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сәлеметсіз бе? Сіздің торттарыңыз туралы жақсы пікір естідім. Бір аптадан кейін қызымның туған күні. Үлкен торт керек еді. Мақпал қатты қуанды. Бұл қарапайым тапсырыс сияқты көрінгенімен, ол үшін үлкен мүмкіндік еді. Ол бар күшін салды. Тортты ерекше етіп жасады. Безендіруіне бірнеше сағат жұмсады. Тапсырыс беруші келгенде, мұндай әдемі торт күтпеп едің деді. Сол сөз Мақпалға үлкен мотивация берді. Кейде адамның өмірін өзгерту үшін миллиондаған ақша емес, бір ауыз жылы сөз жеткілікті болады. Бірақ қиындықтарда қатар жүрді. Мақпалдың ас үйі кішкентай еді. Кейде тапсырыстар көбейгенде бәріне үлгермей қалатын. Бір күні ол 10 тортқа тапсырыс алды, бірақ пеші істен шығып қалды. Мақпал не істерін білмей, бір сәтке абдырап қалды. Жөндеуге ақша керек, ал тапсырысты тоқтатса, клиенттерден айырылып қалуы мүмкін. Ол кешке дейін ойланып отырды. Сосын телефонын алып, бұрын жинаған аз ғана ақшасын есептеді. Жетпейді. Сол кезде бұрынғы таныстары есіне түсті. Біреуден сұрасам ба екен? Бірақ кімнен? Туыстар ма? Ол телефон кітапшасын ашты. Бірнеше адамның нөмірі тұрды, бірақ жазуға қолы бармады. Өйткені әкесі қайтыс болғаннан кейін олардың ешқайсысы анасының жағдайын сұрамаған еді. Тіпті мереке күндерде хабарласпаған. Мақпал керең күрсінді. Жоқ, өзім шешемін. Ол танысынан уақытша пеш алып тұрды. Сол күні ол тағы бір маңызды сабақ алды. Адам өз күшіне сенуді үйренуі керек. Уақыт өте келе Мақпалдың аты кеңірек таныла бастады.
Клиенттер оның тәттілерін мақтайтын. Біреулер Мақпалдың қолынан шыққан десерттің дәмі ерекше дейтін. Ол әрбір пікірді қуана оқитын. Бірақ ол ешқашан мақтанған жоқ, өйткені ол өзінің қайдан шыққанын ұмытпайтын. Ол әлі де сол ескі үйде тұрды. Әлі де анасымен бірге қарапайым өмір сүріп жатты. Бірақ оның ойы бұрынғыдай емес еді. Бұрын ол тек күн көруді ойлайтын. Енді ол болашақты елестете бастады. Бір күні жеке кондитерлік дүкені болады. Анасы емделеді. Үлкен жарық үйде тұрады. Және ешкімнен көмек сұрамайды. Бір кеште Мақпал әлеуметтік желіден бір хабарлама алды. Сізге инвестиция немесе бизнес ашуға мүмкіндік керек пе? Ол ұзақ қарап отырды. Бұл алаяқтық па, әлде шынайы мүмкіндік пе білмеді. Бірақ сол хабарлама оның өміріндегі жаңа кезеңнің басталуына себеп болатынын ол әлі сезбеген еді. Өйткені алда оны үлкен сынақтар күтіп тұрды. Ал кішкентай үйдегі қыздың арманы енді үлкен бизнеске айнала бастайтын еді. Мақпал әлгі хабарламаға бірнеше рет қарап шықты. Сізге бизнесіңізді дамытуға мүмкіндік керек пе? Осы бір сөйлем оның ойынан кетпей қойды. Бірақ ол өмірде бәріне бірден сене салуды үйренбеген еді. Әсіресе қиындық көрген адам әр ұсыныстың артында не тұрғанын ойланады. Ол жауап бермес, бұрын ақпарат іздеді. Хабарлама жіберген адамның кім екенін, не ұсынатынын тексерді. Сөйтсе, бұл шағын кәсіпкерлерге арналған тегін кеңес беретін жоба екен. Мақпал кездесуге баруға шешім қабылдады. Кездесу өтетін жерге кіргенде ол өзін ыңғайсыз сезінді. Айналасында бизнес туралы сөйлесіп отырған адамдар көп еді. Біреулер өз дүкендері туралы айтты, біреулер табыстар жайлы әңгімелесті. Ал Мақпал болса, қолында қарапайым сөмкесімен үнсіз отырды. Оның қолында үлкен капиталы жоқ еді, бірақ оның жүрегінде үлкен арманы бар еді. Кездесуде кәсіпкерлер: бизнесте ең маңызды нәрсе ақша емес, ең маңыздысы идея және тұрақтылық деді. Бұл сөз Мақпалға қатты әсер етті. Ол сол күні үйге ерекше оймен қайтты. Мен тек үйден тәтті пісіріп сата бермеуім керек. Мен мұны нағыз кәсіпке айналдыруым керек. Сол күннен кейін Мақпал өз жұмысын басқаша қарай бастады. Ол кірісін есептеуді үйренді. Қанша ақша өнімге кетеді, қанша пайда қалады, қай тәтті көп сатылады, қайсысына адамдар көбірек қызығады. Бұрын ол тек тапсырысты орындауды ойласа, енді кәсіпкер сияқты ойлай бастады. Ол дәптер арнап, әрбір шығынын жазып отырды. Анасы қызының өзгергенін байқап: «Қызым, сен бұрынғыдан да көп ойланып жүрсің». Мақпал күлімсіреді: «Мама, менің арманым енді жай арман болып қалмасын деймін». Бір күні оған тұрақты клиенттердің бірі ұсыныс жасады: «Мақпал, сенің тәттілерің өте дәмді, неге кішкентай дүкен ашып көрмейсің?» Бұл сұрақ оның жүрегінде бұрыннан жүрген ой еді. Бірақ дүкен ашу үшін ақша керек, жалдау ақысы бар, жабдық керек, өнім алу керек. Ол бәрін есептеп көрді. Қаражат жетпейді. Бірнеше күн бойы ойланып жүрді. Тіпті бір сәтте мүмкін әлі ерте шығар деп те ойлады. Бірақ әр кеш сайын кішкентай ас үйінде торт жасап отырып, ол бір нәрсені сезетін: ол осы жерде мәңгі қалғысы келмейді, ол өскісі келеді. Сол кезде күтпеген жағдай болды. Университетте бір оқытушы Мақпалдың жұмыс істейтінін естіп: «Сен өте еңбекқор екенсің, оқуыңды да, жұмысыңды да қатар алып жүрсің. Ең бастысы берілме» деді. Ол Мақпалға шағын кәсіпкерлерге арналған байқау туралы айтты. Жеңімпазға бизнесін бастауға көмек берілетін. Мақпал қатысуға шешім қабылдады. Байқауға дайындалу оңай болмады. Сабақ, тапсырыс, үй шаруасы, анасының жағдайы бәрі қатар келді. Кей түндері ол шаршап отырып жылап алатын, бірақ таңертең қайта тұратын, өйткені оның тоқтауға құқы жоқ сияқты еді. Байқау күні Мақпал сахнаға шықты. Алдында бірнеше адам отырды. Ол қолындағы қағазға қарады. Онда оның бүкіл өмірі жазылғандай еді. Әкесінен айырылған отбасы, аяғы ауыратын анасы, қиындыққа қарамай бастаған тәтті жасау ісі. Ол терең дем алып сөйлей бастады. «Менің мақсатым тек ақша табу емес. Мен өз еңбегім арқылы анама жақсы өмір сыйлағым келеді. Және мен сияқты жағдайы қиын қыздарға да мүмкіндік бар екенін көрсеткім келеді». Залда тыныштық орнады. Мақпал сөзін аяқтағанда бірнеше адам қол соқты. Ол сол сәтте жеңдім бе, жеңілдім бе білмеді. Бірақ бір нәрсені түсінді. Ол енді бұрынғы Мақпал емес еді. Ол өз арманы үшін күресуді үйренген қыз еді. Бірнеше күннен кейін оған телефон қоңырауы келді. «Сәлеметсіз бе, Мақпал? Сіз байқаудың жеңімпазы болдыңыз». Ол үнсіз қалды.
Енді сізге өзіңіздің алғашқы кондитерлік дүкеніңізді ашуға мүмкіндік беріледі. Мақпалдың көзінен жас шықты. Ол бірден анасына қарады. Мама. Гүлнар қызының көзіндегі қуанышты көріп, арманым орындала бастады ма қызым? Мақпал анасының қолын ұстап. Иә, бұл тек бастамасы. Бірақ ол әлі білмейтін. Алғашқы дүкенін ашу арманына жетудің ең қиын кезеңдерінің бірі болатынын, өйткені үлкен жетістікке апарар жолда үлкен сынақтарда міндетті түрде болады. Мақпал жеңімпаз болған күннен кейін бірнеше күн бойы өзіне келе алмай жүрді. Ол үшін бұл жай ғана мүмкіндік емес еді. Бұл қанша жыл бойы үнсіз күрескен еңбегінің алғашқы жемісі болатын. Бірақ қуанышпен бірге үлкен жауапкершілік те келді. Енді ол үйдегі ас үйде ғана жұмыс істейтін қыз емес. Ол адамдар сенім артатын кәсіп иесі болуға қадам басқалы тұр еді. Мақпал күн сайын жоспар құра бастады. Дүкен қай жерде болады? Қандай тәттілер сатылады? Қандай атау қояды? Ол ұзақ ойланып жүріп, дүкеннің атын Мақпал тәттілер деп қоюды шешті. Анасы бұл атауды естігенде күлімсіреді. Қызым, өз атынды қойғаның дұрыс екен, себебі бұл дүкеннің артында сенің еңбегің тұр. Мақпал анасына қарап. Мен бұл жерді сіз үшін ашып жатырмын, мама. Гүлнардың көзіне жас келді. Алғашқы дүкенді табу оңай болмады. Көптеген орындардың бағасы қымбат еді. Кейбір жерлер адам аз жүретін аймақта орналасқан. Мақпал әр орынды бірнеше рет барып көрді. Ол кек әдемі жер емес, адамдар келетін, қолжетімді орын іздеді. Бір күні ол ескілеу ғана шағын ғимаратты көрді. Іші үлкен емес, жөндеу керек, бірақ терезесінен көшеге қарағанда адамдардың көп жүретін байқады. Осы жер болады, деді ол. Біреулер, Мақпал, тым кішкентай емес пе? Алғашқы қадам үшін жеткілікті, деді ол. Ол бір нәрсені түсінетін. Үлкен дүкен бір күнде пайда болмайды. Барлығы кішкентай қадамнан басталады. Жөндеу жұмыстар басталды. Мақпал таңертең университетке барып, түстен кейін дүкенге келетін. Қолынан келгенше өзі де көмектесті. Қабырғаның түсін таңдады, сөрелерді орналастырды, тәттілердің дизайнын ойластырды. Кейде шаршап орындыққа отыра кететін. Сол кезде әкесін есіне алатын. Әкем тірі болғанда, мені осылай көрсе, не дер еді? Бұл ой оған күш беретін. Ақыры көп күткен күн келді. Дүкеннің ашылу күні. Мақпал таңертең ерте келді. Жаңа пеш, жаңа сөрелер, әдемі безендірілген тәттілер. Бірақ оның жүрегінде бір қорқыныш болды. Егер ешкім келмесе ше? Сағат 10 болды. Бірінші клиент кірді. Сәлеметсіз бе? Жаңа ашылған дүкен осы ма? Мақпал күлімдеп. Иә, қош келдіңіз. Клиент бірнеше тәтті алды. Содан кейін тағы бір адам келді. Сосын тағы бірі. Кешке қарай дүкен бос емес еді. Мақпал шаршаса да бақытты болды. Үйге келгенде анасына. Бүгін алғашқы күн өтті. Қалай болды? Жақсы болды, мама. Гүлнар қызының жүзінен бұрын көрмеген қуанышты байқады. Бірақ кез келген бизнестің өз қиындығы бар. Арада бірнеше апта өткенде күтпеген мәселе шықты. Жақын маңда тағы бір кондитерлік дүкен ашылды. Оның иесі тәжірибелі адам еді. Бағасын төмендетіп, адамдарды өзіне тартуға тырысты. Кейбір клиенттер, ана дүкенде арзанырақ екен, дей бастады. Мақпал алаңдады. Егер клиенттер азайса, жалдау ақысын төлеу қиын болады. Қызметкерлерінің айлығын да ойлау керек. Бір түнде ол ұйықтай алмады. Не істеуім керек? Бағаны түсіремін бе? Сапаны азайтамын ба? Бірақ ол бір шешімге келді. Ол ешқашан сападан бас тартпайды. Өйткені оның басты байлығы адамдардың сенімі еді. Келесі күні Мақпал жаңа идея ойлап тапты. Ол клиенттермен жақынырақ жұмыс істей бастады. Әр тапсырысқа ерекше көңіл бөлді. Балалардың туған күніне арналған ерекше дизайндар жасады. Тұрақты клиенттерге шағын сыйлықтар берді. Ол адамдарға тек тәтті емес, көңіл-күй сыйлағысы келді. Көп ұзамай жағдай қайта өзгере бастады. Клиенттер Мақпалдың дүкенінен алған тәтті ерекше болады деп айта бастады. Мақпал алғашқы дүкенін ашқанына 1 жыл толды. Осы 1 жылдың ішінде ол көп нәрсені бастан өткерді. Қуанды да, жылады да. Кей күндері бәрін тастағысы келді. Бірақ әр жолы анасының жүзіне қарап қайта күш жинайтын. Ең бастысы, ол берілмеді. Дүкені біртіндеп танымал бола бастады. Адамдар Мақпалдың тәттілерін тек дәмі үшін емес, сапасы үшін де таңдайтын. Ол әрбір клиентке ерекше қарады. Адамдар сіздің тортыңызды ғана сатып алмайды. Олар сіздің еңбегіңізді, көңіліңізді сатып алады, деп жиі айтатын.
Бұл сөз оның өмірлік қағидасына айналды. Бір күні Мақпалдың тұрақты клиенті оған үлкен ұсыныс жасады. Мақпал, сен неге екінші нүкте ашпайсың? Мақпал ойланып қалды. Екінші дүкен ашу үлкен қадам еді. Ақша керек, жауапкершілік көбейеді. Бірақ ол қорқып тоқтап қалғысы келмеді. Мен байқап көрем, деді ол. Осылайша бірнеше айдан кейін оның екінші шағын кондитерлік нүктесі ашылды. Алғашқы күндері қиын болды. Жаңа қызметкерлер, жаңа жүйе, бәрін бақылау. Бірақ Мақпал жұмысты біртіндеп үйренді. Ол енді тек торт пісіретін қыз емес еді. Ол адамдар басқаратын кәсіпкерге айналып келе жатты. Осы уақытта оның туыстарының бірі Мақпал туралы естіп қалды. Сендер білесіңдер ме? Кішкентай Мақпал бой жетіп бірнеше дүкен ашыпты, деді біреуі. Бұрын оның жағдайын сұрамаған адамдар енді таңғала бастады. Шынымен бе? Әкесі қайтыс болғаннан кейін анасы екеуі қиналып жүрген қыз емес пе еді? Иә, өзі бәрін жасап шыққан дейді. Бірақ ешқайсысы сол кезде оның аш қалған күндерін, анасының ауырғанын, түн ұйқысын бөліп жұмыс істегенін білгісі келмеді. Оларға қазір тек оның жетістігі қызық болды. Бір күні Мақпалға алыстан бір туысы телефон соқты. Мақпал, қалайсың? Ол бұл дауысты бірден таныды. Бұл әкесі қайтыс болғанда ғана келген нағашы ағасы еді. Мақпал бір сәт үнсіз қалды. Өйткені бірнеше жыл ішінде бұл адам бір рет те хабарласпаған. Жақсым наға, өзіміз қалайсыз? Жақсы. Жұмыстарың қалай? Бұл сұрақ Мақпалды таңғалдырды. Бұрын ешкім оның жағдайын сұрамаған еді. Жақсы, деді ол қысқа ғана. Әңгіме ұзаққа созылмады. Бірақ следонды қойғаннан кейін Мақпал көп ойланды. Неге енді ғана есіне түсті екен? Сол күні кешке анасы қызының көңілсіз екенін байқады. Не болды қызым? Ештеңе емес, мама. Сен бұрынғыны ұмытқан сияқты көрінесің, бірақ жүрегіңдегі реніш әлі бар ғой. Мақпал үнсіз қалды. Анасы дұрыс айтты. Ол ешкімнен кек алғысы келмеді, бірақ әкесін жерлеген күні жанында болған адамдардың кейін мүлде жоғалып кеткені есінде еді. Арада тағы уақыт өтті. Мақпалдың кондитерлік орындары көбейді. Ол оқуын аяқтап диплом алды. Қолы босап, бизнесіне бүкіл уақытын арнады. Оның өмірі өзгере бастады. Бірақ ең үлкен арманы әлі орындалмаған еді. Анасының аяғын емдету. Бір күні дәрігерге барған кезде шетелде жақсы емдеу әдістері бар деген сөзді естіді. Мақпалдың жүрегі шым етті. Бірнеше жыл бұрын ол мұндай мүмкіндікті елестете алмайтын. Ал енді ол анасын емдетуге дайын еді. Бірақ дәл осы кезде оның өміріне қайтадан адамдар келе бастады. Біреулер шын көңілмен, біреулер пайда үшін. Ал Мақпал олардың айырмашылығын әлі білмейтін. Мақпал үшін анасының аяғын емдету байлықтан да, атақтан да маңызды еді. Ол бала кезінен анасының ауырғанын көріп өсті. Гүлнар ешқашан қызына өзінің жағдайын көрсеткісі келмейтін. Ауырса да күлімсірейтін, шаршаса да мен жақсымын қызым дейтін. Бірақ Мақпал анасының әр қадамы ауыр екенін білетін. Сондықтан бизнесі алға жылжи бастаған алғашқы үлкен мақсатында бірден шешті. Мама, біз шетелге барамыз. Гүлнар таңғалып қызына қарады. Қайда барамыз? Сіздің аяғыңызды емдетуге. Анасы үнсіз қалды. Қызым, оған көп ақша кетеді ғой. Мақпал күлімсіреді. Бұрын бізге ақша жетпейтін еді. Қазір менің еңбегім жетеді. Гүлнардың көзіне жас келді. Ол қызының кішкентай қыздан үлкен, мықты әйелге айналғанын сол сәтте анық сезінді. Шетелге дайындық оңай болған жоқ. Құжаттар, дәрігерлермен сөйлесу, емхана таңдау. Бірақ Мақпал еш нәрседен қорықпады. Бірнеше жылдан бұрын ол интернеттен тек арзан тәтті курстарын іздейтін, ал қазір ол әлемдегі жақсы клиникаларды зерттеп отырды. Өмір кейде адамды өзі де байқамай өзгертеді. Ем сәтті өтті. Гүлнар ұзақ уақыттан кейін алғаш рет ауырсынусыз жүре бастады. Клиникадан шыққан күні ол қызын құшақтап, «Қызым, мен саған не айтарымды білмеймін». Мақпал анасының қолын ұстап, «Маған ештеңе айтпаңыз, тек аяғыңыз ауырмасын». Сол сәтте оның барлық еңбегі ақталғандай болды. Елге қайтқаннан кейін Мақпалдың өмірі бұрынғыдан да өзгерді. Ол жаңа үй сатып алды. Анасы алғаш рет кең, жарық үйдің ішінде жүріп көзіне жас алып, «Қызым, біз осындай жерде тұрамыз деп ойламаппын». Мақпал күліп, «Мен де бұрын ойламағанмын». Бірнеше айдан кейін ол өзіне алғашқы көлігін алды. Бірақ Мақпал бұрынғы қарапайымдылығын жоғалтпады. Ол әлі де таңертең ерте тұратын, әлі де әр істі өзі бақылап жүретін. Ал осы кезде алыста жүрген туыстарының да әңгімесі көбейді.
Мақпал қатты өсіп кетіпті. Бірнеше дүкені бар дейді. Үй алыпты, көлік алыпты. Бұрын қалайсыңдар деп сұрамаған адамдар енді оның өміріне қызыға бастады. Бір күні әкесінің туыстарының бірі телефон соқты. Мақпал жаным, көптен сөйлеспедік қой. Мақпал үнсіз қалды. Көптен деген сөз оған ауыр естілді. Өйткені бұл адамдармен сөйлеспегені 1-2 ай емес, бірнеше жыл еді. Е, деді ол жай ғана. Жұмыстарым қалай болып жатыр? Жақсы. Естіп жатырмыз, үлкен кәсіпкер болыпсың. Мақпал ештеңе демеді, себебі ол бұл сөздің артында не жатқанын сезе бастады. Көп ұзамай туыстарының бірі қонаққа келетінін айтты. Анасы қуанды. Қызым, туыстарымыз ғой, қонақ келсе есігіміз ашық. Мақпал анасының жүрегі таза екенін білетін. Ол ешкімге жамандық ойламайтын, бірақ Мақпалдың ішінде бір сұрақ болды. Олар бізді шынымен сағынды ма, әлде жағдайымыз өзгерген үшін келіп жатыр ма? Бұл сұраққа жауапты ол көп ұзамай білетін еді. Өйткені келесі келген әңгіме бұрынғыдай қалайсың деген сұрақтан басталмайтын, ол басқа сөзден басталатын еді. Мақпал, бізге сенің бір көмегің керек еді. Ал бұл сөз оның жүрегіндегі ескі жараны қайта қозғайтын еді. Мақпал туыстары келет дегенді естігенде іштей бір түрлі күй кешті. Бір жағынан ол ешкімге өкпелеп өмір сүргісі келмейтін. Әкесі әрқашан адамның жүрегінде жамандық болмасын деп айтатын. Мақпал әкесінің осы сөзін өмір бойы есінде сақтады. Бірақ екінші жағынан, жүрегінің бір түкпірінде ауыр сезім бар еді. Себебі, қиын күндерде оның жанында анасы екеуі ғана болды. Келесі күні үйге әкесінің ағасы, оның әйелі және қыздар келді. Гүлнәр оларды жылы қарсы алды. Келгендеріңе қуаныштымын. Амансыңдар ма? Аманбыз, деді олар күлімдеп. Мақпал шай дайындап отырды. Бұрынғыдай қарапайым үй емес. Қазір олардың жағдайы жақсы еді. Үйі кең, дастарханы мол. Бірақ Мақпалдың есінде басқа үй қалды. Әкесі қайтыс болғаннан кейінгі суық бөлмелер, анасының үнсіз жылаған түндері, ақша жетпей қалған күндер. Сол кезде бұл адамдар қайда болды? Осы ой оның жанын ауыртты. Әңгіме арасында туыстары Мақпалдың жұмысы туралы сұрай бастады. Қазір неше дүкенің бар? 3 нүктем бар. 3 ме? Ой, жарайсың. Қызметкерлерің көп шығар? Иә, бар. Олар таңғалып тыңдады. Бірақ Мақпал олардың көзінен сағынышты емес, есеп тұрғандай бір нәрсені байқады. Бір кезде ағасының әйелі: Мақпал, сен бізді де ұмытпай жүрсің ғой. Мақпал таңғалды. Қалай ұмытайын? Әйел жымиып: жақындар бір-біріне көмектеседі ғой. Осы сөзден кейін Мақпал бәрін түсінгендей болды. Әңгіме жай қонаққа келумен бітпейтін еді. Бірнеше минуттан кейін ағасы сөз бастады. Негізі, біз бір мәселе бойынша келдік. Мақпал үнсіз тыңдады. Біздің қызымыз биыл оқуын аяқтайды. Жұмыс іздеп жүр. Сенің бір дүкеніңе администратор етіп орналастырып жіберсең? Мақпал бір сәтке үнсіз қалды. Ол мұндай әңгімені күтсе де, соншалық кез болады деп ойламаған еді. Әрине, қарап көрем, деді ол сабырлы түрде. Анасы қуанып қалды. Қызым, көмектессем жақсы болады. Мақпал анасының көңілі үшін үндемеді. Бірақ бұл тек бастамас еді. Арада бірнеше күн өткенде тағы бір туысы хабарласты. Мақпал, жағдайыңды естіп жатырмыз. Рахмет. Бізге аз ғана ақша керек болып тұр еді. Кейін қайтарамыз. Мақпал үнсіз қалды. Кейін қайтарамыз деген сөзді ол өмірде талай естіген. Бірақ ол көмекке мұқтаж кезде ешкім оған кейін қайтарасын деп ақша ұсынбаған еді. Кешке анасы қызының көңілсіз жүргенін байқады. Қызым, не болды? Мақпал біраз үнсіз отырды. Мама, мен түсінбеймін. Нені? Неге біз қиналғанда ешкім болмады? Ал қазір бәрі бізді іздеп жатыр. Гүлнәр терең күрсінді. Қызым, адамдардың шын жүзін уақыт көрсетеді. Мақпал басын төмен түсірді. Ол ешкіммен ұрысып, есігін жапқысы келмеді, бірақ жүрегіндегі реніш те жоғалмаған еді. Сол арада Мақпалдың бизнесі одан әрі өсіп жатты. Оған үлкен сауда орталығынан жаңа орын ұсынды. Бұл оның өміріндегі ең үлкен қадамдардың бірі болатын. Егер ол келіссе, кондитерлік желісін одан әрі кеңейте алады. Бірақ дәл осы кезде туыстарының өтінімдері де көбейе бастады. Бірі жұмыс сұрады, бірі ақша сұрады, бірі таныстық арқылы көмек күтті. Ал Мақпал алғаш рет өзіне сұрақ қойды. Мен оларға көмектесуім керек пе? Әлде
өз шекарамды сақтауым керек пе? Ол бұл сұрақтың жауабын жақында табатын еді. Мақпал бұрынғыдай бәріне көмектескісі келетін. Ол ешқашан байлықты тек өзі үшін жинаған емес. Оның жүрегі жұмсақ еді. Біреу қиындыққа тап болса, қолынан келгенше жәрдем беретін. Бірақ соңғы кездері оның айналасында бір нәрсе өзгерді. Адамдар оның өзін емес, мүмкіндігін іздейтіндей көрінді. Бір күні таңертең дүкенге келгенде, алдынан әкесінің тағы бір туысы шықты. Мақпал, сені іздеп жүр едім. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, сенің жұмыстарың керемет болып жатыр деп естідік. Мақпал жай ғана күлімсіреді. Рахмет. Туысы айналасына қарап. Дүкендерінде көбейіп кетіпті. Құдай берсін, біраз үнсіздіктен кейін. Менің ұлым жұмыссыз жүреді. Сенің қасында істеп көрсе қалай болады? Мақпал ойланып қалды. Жұмысқа адам керек болса, әңгімелесуден өткіземіз. Ол бірден иә деп айтпады. Себебі бизнес деген туыстықпен емес, жауапкершілікпен құрылатынын түсінетін. Кейін ол анасына: «Мама, мен адамдарды ренжіткім келмейді, бірақ кейбіреулер мені тек көмектесетін адам ретінде көретін сияқты». Гүлнар қызына қарап: «Қызым, жақсылық жасаудан қорықпа, бірақ өз еңбегіңді де бағала». Бұл сөз Мақпалға ой салды. Шынында да, ол осы кәсіпті оңай құрмаған. Ол түн ұйқысын бөліп еңбек етті, қателесті, қайта тұрды. Ешкім оған дайын дүкен, дайын ақша, дайын мүмкіндік бермеді. Бір күні университеттегі бұрынғы танысы Мақпалға хабарласты. «Мақпал, сәлем, қалайсың?» «Жақсымын, өзімше?» «Жақсы. Сенің бизнесің туралы естідім, қатты қуандым». Мақпал таңғалды. Себебі олар университетте жақын араласпаған еді, бірақ ол әдеппен сөйлесті. «Рахмет. Менің бір өтінішім бар еді». Мақпал ішінен күрсінді. Тағы да өтініш. «Тыңдап тұрмын. Аздап ақша керек болып тұр еді. Сен үшін қиын емес шығар». Осы сөз Мақпалға ауыр тиді. Сен үшін қиын емес. Адамдар оның бүгінгі жағдайын көріп, осы жолдың қаншалық қиын болғанын ұмытып кететін сияқты еді. Сол күні Мақпал дүкенінде ұзақ отырды. Терезеден көшеге қарап ойланды. Ол бұрынғы Мақпалды есіне алды. Қалтасында аз ғана ақшасы бар. Анасының дәрісіне ақша іздеп жүрген, түнде жылап отырып, таңертең күлімсірейтін қызды. Егер сол кездегі Мақпал біреуге «Маған көмектесмешші» десе, кім келер еді? Жауабы белгілі еді. Ешкім. Бірақ Мақпал қатайып кеткен адам болғысы келмеді. Ол шешім қабылдады. Шын мұқтаж адамдарға көмектеседі, бірақ оның еңбегін бағаламайтын адамдарға шекара қояды. Осы кезде оның бизнесі жаңа деңгейге көтерілді. 4-ші нүктесін ашу жоспары басталды. Газетке шағын сұхбат берді. Онда одан «Жетістікке қалай жеттіңіз?» сұрады. Мақпал ойланып: «Менің ең үлкен байлығым ақша емес. Менің ең үлкен байлығым қиындықта берілмегенім». Бұл сұхбат көп адамға тарады. Ал оны көрген адамдардың ішінде бұрынғы туыстар да болды. Олар енді Мақпалды жай ғана туыс емес, үлкен кәсіп иесі ретінде көре бастады. Бірнеше күннен кейін Мақпалға күтпеген қоңырау келді. Телефонның ар жағындағы дауыс: «Мақпал, қалайсың қызым? Мен ғой». Ол дауысты естігенде жүрегі дір ете қалды. Бұл әкесі қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл бойы үнсіз қалған ең жақын туыстарының бірі еді. «Саған бір маңызды шаруамен хабарласып едім». Мақпал үнсіз тыңдады. Ол адамның келесі сөзін естігенде бұрынғы барлық реніштері қайта оянды. «Мақпал, бізге сенің жәрдемің керек еді». Ал бұл жолы Мақпал бұрынғыдай үндемей қала алмады. Бұл әкесінің қарындасы, яғни тәтесі еді. Әкесі қайтыс болған күні ол да келген. Сол күні Мақпалдың басынан сипап: «Қызым, біз сендерді жалғыз қалдырмаймыз» деген еді. Бірақ кейін бірнеше жыл бойы бірде-бір рет хабарласпады. Анасының жағдайын сұрамады. Мақпалдың қалай оқып жүргенін білмеді. Енді ғана телефон соғып отыр. «Мақпал, жағдайыңды естіп жүрміз. Қатты қуанып жатырмыз». Мақпал үнсіз отырды. «Рахмет, тәте. Бізде бір жағдай болып тұр еді». Міне, ол күткен сөз келді. Мақпал ауыр күрсінді. «Тыңдап тұрмын. Несиемізді төлей алмай, үйімізді банк тартып алайын деп жатыр. Бізге көмектесші, қолынан келеді ғой». Мақпал бірден жауап бермеді. Ол терезеге қарап отырды. Көз алдына баяғы күндер келді. 14 жасар Мақпал, әкесінің қазасынан кейін үнсіз жылаған анасы,
Үйдегі бос тоңазытқыш, ауру аяқпен жүріп, үйдің бар жұмысын істеген анасы. Ал сол кезде бұл адамдардың еш қайсысы жоқ еді. Тәте, мен бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине қызым. Әкем қайтыс болғаннан кейін біз сіздерге керек болмадық па? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Тәтесі не айтарын білмей қалды. Мақпал, ол кезде де бәріміздің өз жағдайымыз болды. Бұл жауап Мақпалдың жүрегін ауыртты. Өйткені ол бай болмаса да жағдайы болған, бірақ ол ешкімнен көмек күтпей өзі күрескен еді. Түсінем, тәте. Ол сабырлы сөйледі. Бірақ мен де сол кезде бала едім. Телефонның ар жағында тағы үнсіздік. Мақпал ешкімді ренжіткісі келмейтін, бірақ жылдар бойы іште жиналған сезім бар еді. Ол алғаш рет өз ойын ашық айтуға жақындады. Мен сіздерден ақша сұраған жоқпын. Үлкен көмек те сұрамадым. Тек бір рет қалайсыңдар деген сөз күттім. Тәтесі үндемеді. Анам аяғымен қиналып жүргенде мен оқу мен жұмысты қатар алып жүрдім. Түнде тәтті пісіріп, таңертең сабаққа бардым. Сол кезде бізді ешкім іздеген жоқ. Мақпалдың даусы дірілдеп кетті. Ал қазір бәрі менің жағдайым жақсы болғанда келіп жатыр. Ол телефонды қойғаннан кейін біраз уақыт үнсіз отырды. Жылаған жоқ, бірақ жүрегі ауырды. Өйткені ол ешқашан байлығы үшін адамдардың өзгергенін қаламаған. Кешке анасы қызының көңілсіз екенін байқады. Туыстарың хабарласты ма? Мақпал басын изеді. Иә. Не деді? Көмек керек деді. Гүлнәр күрсінді. Қызым, адамдардың бәрін бірдей жаман деп ойлама, бірақ жүрегіңде де таптатпа. Мақпал анасының сөзін тыңдап отырды. Ол бір шешімге келді. Ол кек сақтамайды, бірақ шындықты ұмытпайды. Осы уақытта Мақпалдың бизнесі одан сайын өсіп жатты. Ол жаңа үлкен цех ашуды жоспарлады. Онда ондаған адам жұмыс істейтін еді. Оның ішінде мұқтаж адамдарға да мүмкіндік бергісі келді. Бірақ жұмыс қалғанда бір ғана нәрсеге қарайтын. Адамның туыстығына емес, еңбегіне. Бірнеше аптадан кейін Мақпал мен анасы үлкен отбасылық жиынға шақырылды. Бұл жиынға әкесінің барлық туыстары келетін болды. Басында Мақпал барғысы келмеді, бірақ анасы: «Барғаның дұрыс қызым, не болса да ағайын жұртымыз ғой, бірақ өзіңді төмендетпе». Мақпал ойланып: «Жарайды, барам, мама». «Рас па?» «Иә, өйткені мен олардан қашқым келмейді, бірақ олар менің қандай жолдан өткенімді білсін». Бұл жиын Мақпалдың өміріндегі ең маңызды кездесулердің біріне айналатынын ол әлі білмейтін. Себебі сол жерде көп жыл айтылмаған сөздер айтылатын еді. Мақпал отбасылық жиынға барар алдында ұзақ ойланды. Ол әдемі киінді, бірақ өзін көрсету үшін емес. Ол тек өзіне деген құрметін сақтағысы келді. Анасы қызының шашын түзеп отырып: «Қызым, сенің жүрегің таза болсын. Адамдар не айтса да, өзіңді жоғалтпа». Мақпал күлімсіреді. «Мама, мен енді бұрынғы кішкентай қыз емеспін». Гүлнұр қызына қарап, үнсіз ғана қуанды. Шынында да, оның алдында бұрынғы жоқшылықтан қорыққан қыз емес, өз еңбегімен жетістікке жеткен мықты әйел тіреді. Жиынға келгенде Мақпал мен анасын бәрі жылы қарсы алды, бірақ ол жылылықтың бұрынғыдан өзгеше екенін бірден сезді. Бұрын олар оны кішкентай Мақпал деп қарайтын. Ал қазір: «Мақпал, келдің бе? Қандай әдемі болып кетіпсің? Жұмыстарың қалай? Кәсібің өсіп жатыр дейді ғой», деген сұрақтар көп болды. Мақпал сабырлы ғана жауап берді: «Жақсы, рахмет». Ол ешкімге ренішін көрсеткісі келмеді. Дастархан басында әңгіме түрлі тақырыпқа ауысты. Бір кезде бір туысы: «Мақпал, сен енді үлкен адам болдың ғой, қолымнан көп нәрсе келеді». Мақпал бұл сөздің жалғасын күтті. «Біз де саған жақын адамдармыз, бір-бірімізге көмектесіп тұруымыз керек». Мақпал үнсіз шайын ішіп отырды. Ол бұл әңгіменің қайда бара жатқанын түсінді. Сол кезде әкесінің бір ағасы: «Негізі Мақпалға да оңай болмаған шығар. Жалғыз өзі бәріне жетті ғой». Бұл сөзді естігенде Мақпал бір сәтке тоқтап қалды. Өйткені алғаш рет біреу оның өткенін мойындағандай болды. Бірақ басқа бір туысы: «Иә, бірақ қазір жағдайы жақсы. Туыстарына да қарасуы керек». Мақпал терең дем алды. Ол енді үндемей отыра алмады. «Мен бір нәрсе айтсам бола ма?» Барлығы оған қарады. «Әрине, қызым». Мақпал асықпай сөйледі. «Мен ешкімге өкпелеп өмір сүргім келмейді, бірақ кейбір нәрселерді айтуым керек». Бөлме іші тынышталып кетті. «Әкем қайтыс болғанда мен 14 жаста едім. Сол күні бұл үйге көп адам келді.
Бәрі бізді жалғыз қалдырмайтынын айтты. Ол бір сәт тоқтады. Бірақ кейін біз жалғыз қалдық. Кейбір туыстар төмен қарады. Анамның аяғы ауырды, ақша жетпеді. Мен оқумен қатар жұмыс істедім, түнде тәтті пісірдім. Кейде шаршап жыладым. Мақпалдың көзіне жас келді. Бірақ сол кезде ешқайсысын келіп, қалайсыңдар деп сұрамадыңдар. Үнсіздік орнады. Мен сіздерден байлық сұраған жоқпын, ақша да сұраған жоқпын. Кек адам ретінде бізді ұмытпағандарыңызды қаладым. Оның даусы дірілдеді. Ал қазір менің жағдайым жақсы болғанда бәріміз қайта келдіңіздер. Мүмкін сіздер үшін бұл жай ғана көмек сұрау шығар, бірақ мен үшін бұл өткен жылдарында еске түсіреді. Ешкім жауап бермеді, өйткені Мақпалдың сөздерінде ашу емес, шындық бар еді. Бірнеше минуттан кейін анасы қызының қолын ұстап отырды. Гүлнәр оның ішіндегі ауыр жүктің азайғанын сезді. Мақпал ешкімді қорламады, кек өз сезімін айтты. Жиыннан кейін бірнеше туыс Мақпалға жеке келді. Бірі, біз ол кезде қателестік. Екіншісі, уақытты қайтару мүмкін емес қой. Мақпал тыңдады, бірақ оның жүрегінде бір нәрсе анық еді. Кешіре білуге болады, бірақ өткенді ұмыту міндет емес. Үйге қайтып келе жатқанда анасы: «Қызым, бүгін сен әкеңе ұқсап кеттің». Мақпал таңғалды. Неге? Ол да ешкімге жамандық ойламайтын, бірақ шындықты айтудан қорықпайтын. Мақпал терезеден сыртқа қарады. Ол өміріндегі ең ауыр сөздерді айтты, бірақ сол сөздер оны жеңілдеткендей болды. Мақпал сол жиыннан кейін көп нәрсені түсінді. Ол байлық адамның мінезін өзгертпейді екен. Байлық тек айналасындағы адамдардың шынайы жүзін көрсетеді екен. Бірақ ол жүрегін қатайтпады. Керісінше, ол бұрынғыдай еңбек етуді жалғастырды. Оның кондитерлік желісі енді қалада танымал болды. Жаңа цех ашылды. Онда 20-дан астам адам жұмыс істейтін. Мақпал әр қызметкеріне: «Бұл жерде әркім өз еңбегімен бағаланады» дейтін. Ол ешкімді туыстықпен жұмыс қалмады. Өйткені ол бір нәрсені түсінді: бизнеске сенім керек. Бір күні Мақпалға бұрынғы тәтесі қайта хабарласты: «Қызым, ренжіп қалма, біз де түсіндік». Мақпал үндемей тыңдады. «Сенің айтқаның дұрыс екен, қиын кезде қасында болуымыз керек еді». Бұл сөз Мақпалға күтпеген жерден әсер етті, өйткені ол ешкімнен кешірім күтпеген еді. «Тәте, өткенді өзгерте алмаймыз. Ең бастысы, қазір адам болып араласайық». Ол кешірді, бірақ бірден сеніп кетпеді. Ал кейбір туыстары өзгермеді. Олар әлі де: «Мақпал көмектесуі керек. Оның ақшасы көп қой. Оған қиын емес» деп ойлайтын. Бірнеше жылдан кейін Мақпалдың аты үлкен кәсіпкерлердің арасында атала бастады. Бірақ оның ең үлкен жетістігі ақшасы емес еді. Ол жоқшылықтан шыққан қыздың да үлкен арманға жете алатынын дәлелдеді. Ал кезінде оның жағдайын сұрамаған адамдар енді оның өміріне қайта кіргісі келетін. Бірақ бұл жолы Мақпал бұрынғыдай үндемейтін қыз емес еді. Ол өз бағасын білетін. Ал алда оның өмірінде тағы бір үлкен өзгеріс болатын. Өйткені бір күні оған күтпеген ұсыныс келеді. Бұл ұсыныс оның бизнесін одан әрі үлкейтетін еді. Бірақ сонымен бірге жаңа сынақтарды да алып келетін. Мақпалдың өмірі бір орында тұрмады. Ол әрдайым алға ұмтылды. Кеше ғана кішкентай ас үйде торт пісіріп отырған қыз бүгінде бірнеше нүктесі бар кәсіпкерге айналды. Бірақ ол өзінің кім екенін ешқашан ұмытпады. Әлі де таңертең анасының жағдайын сұрайтын. Әлі де әр жаңа істі бастағанда «Дұрыс жасап жатырмын ба?» деп ойланып алатын. Себебі ол ақшаға емес, еңбегіне сенетін. Бір күні Мақпалға үлкен сауда орталығының басшылығынан ұсыныс түсті. «Біз сіздің тәттілеріңізді білеміз. Біздің орталықтан үлкен орын ұсынамыз. Егер келіссеңіз, жаңа деңгейге шығасыз». Бұл ұсыныс Мақпал үшін үлкен мүмкіндік еді. Бірақ үлкен мүмкіндікпен бірге үлкен жауапкершілік келетінін ол жақсы түсінді. Жаңа орын деген көбірек шығын, көбірек қызметкер, көбірек тәуекел. Бірнеше күн ойланып жүрді. Сосын анасына айтты: «Мама, мен қорқып тұрмын». Гүлнәр таңғалды. «Сен бе? Қорқып тұрсың ба?» Мақпал күлімсіреді. «Иә, себебі бұл жолы жауапкершілік көп». Анасы қызының қолын ұстап: «Қызым, сен қиын күндерден өттім. Бір торттың ақшасына қуанып жүрген кезің болды. Бүгін сенің алдында үлкен мүмкіндік тұр. Қорықсан да қадам жаса». Мақпал ұсынысты қабылдады. Жаңа дүкеннің ашылуына бірнеше ай дайындалды.
Ол бәрін өзі бақылап жүрді. Дизайн, қызметкерлер, өнім сапасы, жарнама. Ашылу күні келгенде дүкенге адамдар көп жиналды. Жаңалық әлеуметтік желіде тарады. Көпшілік: "Бұл қыз өз күшімен жеткен екен. Өте еңбекқор кәсіпкер екен" деп мақтай бастады. Бірақ осы жаңалықтарды көрген кейбір туыстар қайтадан қозғалды. Бір күні Мақпалға немере ағасы келді. "Мақпал, саған бір өтінішім бар." Мақпал іштей дайын еді. "Тыңдап тұрмын." "Менің әйелім шағын іс бастайын деп еді. Аздап ақша берсең." Мақпал үнсіз қалды. Бұрын ол бірден көмектесетін, бірақ қазір ойланып қарайтын. "Аға, мен көмектесуге қарсы емеспін, бірақ ақша бере салу әрқашан көмек емес." Туысы түсінбей қарады. "Қалай?" "Егер адам өзі әрекет етпесе, байын ақша оның мәселесін шешпейді." Бұл сөзге немере ағасы ренжігендей болды. "Байыған соң өзгеріп кетіпсің." Осы сөз Мақпалға ауыр тиді. Өйткені ол өзгермеген еді. Ол тек өмірден сабақ алған еді. Сол күні ол ұзақ ойланды. Неге адамдар сенің шекара қойғаныңды өзгеру деп қабылдайды? Ол ешкімге жамандық жасаған жоқ, кек өз еңбегін қорғады. Арада бірнеше ай өтті. Мақпалдың жаңа дүкені өте жақсы жұмыс істей бастады. Ол енді үлкен жоспарлар құра бастады. Бірақ бір күні оның өмірінде күтпеген жағдай болды. Анасы кенеттен өзін нашар сезінді. Мақпал жұмыстың бәрін тастап, анасының қасына жүгіріп келді. Дәрігерлер тексеріп, қосымша ем қажет деді. Мақпалдың жүрегі ауырды. Ол қанша жетістікке жетсе де, анасының денсаулығы бәрінен маңызды еді. Сол сәтте ол бір шешім қабылдады. "Мама, біз тағы да шетелге барамыз." Ал бұл жолы ол анасына ең жақсы емді алуға бар күшін салатын еді. Бірақ дәл осы сапар алдында Мақпалға бір хабарлама келді. Хабарламада бұрынғы туыстары туралы күтпеген ақпарат бар еді. Мақпал телефондағы хабарламаға ұзақ қарап отырды. Хабарламаны жіберген адам әкесінің бұрынғы танысы еді. "Мақпал, сенің туыстарың туралы бір нәрсе естідім. Саған айтуым керек сияқты." Ол бір сәт ойланып қалды. Бірақ қазір оның ойында бір ғана нәрсе бар еді. Анасының денсаулығы. Қалғанның бәрі кейін. Мақпал анасы үшін барлық жұмысты уақытша ретке келтірді. Қызметкерлеріне тапсырмалар берді. Басқарушылармен сөйлесті. Өзімен бірге қажетті құжаттарды дайындады. Гүлнар қызының осынша әуре болып жүргенін көріп: "Қызым, мен саған кедергі болып жүрген жоқпын ба?" Мақпал бірден анасының қолын ұстады. "Мама, сіз менің кедергі емес, өмірімнің мағынасысыз." Осы сөзден кейін анасы үнсіз жылап алды. Шетелдегі клиникада дәрігерлер анасының жағдайын толық тексерді. Ұзақ ем керек болды. Бірақ үміт бар еді. Мақпал сол жерде бұрынғы қиын күндерін есіне алды. Бір кезде ол анасына дәрі алуға ақша іздейтін. Ал қазір ең мықты мамандардың алдында отыр. Өмір оған оңайлықпен ештеңе бермеді. Бірақ ол күресті. Емдеу кезінде Мақпал бос уақытында жұмысында бақылап отырды. Бір күні оған қызметкері қоңырау шалды. "Мақпал ханым, сізге бір мәселе бар." "Не болды?" "Кейбір адамдар дүкен туралы жаман пікір таратып жатыр." Мақпал таңғалды. "Қандай пікір?" "Сіздің дүкендеріңіздегі тәттілер денсаулыққа зиян келтіретін заттардан жасалады екен" деп аяқтан шалушылар болды. Бірақ ол ауыр қабылдамады. Олай емес екенін дәлелдей алатынына сенімдеді. Өйткені ол шындықты білетін. Анасының емі сәтті өтті. Гүлнар қайтадан өзін жақсы сезіне бастады. Елге келгеннен кейін Мақпал өміріне тағы бір өзгеріс енгізді. Ол арнайы қор ашты. Қиын жағдайда қалған аналарға, жас қыздарға білім алуға көмектесетін болды. Өйткені ол өзі де бір кезде қолдауға мұқтаж болған. Бірақ бір нәрсені түсінді. Көмек беру адамның орнына өмір сүру емес. Көмек беру адамның өз күшін табуына мүмкіндік беру. Осы кезде туыстарының арасында тағы әңгіме көбейді. Біреулер "Мақпал қатты өзгеріпті" деді. Ал біреулер "Жоқ, ол жай ғана өмірдің қадірін түсінген" деді. Ал Мақпал болса ешкімге ештеңе дәлелдеуге тырыспады. Ол тек алға жүрді. Жылдар өте берді. Мақпалдың кішкентай ас үйден бастаған арманы үлкен кәсіпке айналды. Бір кездері түнде интернеттен арзан курстар қарап, қарапайым тәттілер пісірген қыз бүгінде өз бренді бар табысты кәсіпкер болды. Оның кондитерлік орындары қаладағы ең танымал жерлердің біріне айналды. Бірақ Мақпал үшін ең үлкен жетістік ақша емес еді. Ол бір күні таңертең анасының бақта жай жүріп жүргенін көрді. Бұрын әр қадамы ауыр болатын Гүлнар қазір еркін қозғала алатын. Мақпал сол сәтте балалық шағын есіне алды.
Анасының ауырған аяғын, үйдегі қиын күндерді, ақша жетпей қалған сәттерді. Сол кезде ол бір ғана арманмен өмір сүрген еді. Анамды жақсы өмірге жеткіземін. Енді сол арманы орындалды. Қызым, сен тым көп жұмыс істейсің, деді анасы. Мақпал күлімсіреді. Мен жұмыс дегенді жақсы көремін, мама. Себебі бұл жол мені бүгінгі күнге жеткізді. Гүлнар қызына қарап. Сен кішкентай кезінде әкеңе ұқсайтынсың. Қазір де солайсың. Еңбектен қорықпайсың. Мақпал әкесінің суретіне қарап, іштей алғыс айтты. Өйткені ол әкесінің тәрбиесін, анасының махаббатын өмір бойы жүрегінде алып жүрді. Бірнеше жылдан кейін Мақпал жастарға арналған арнайы оқу орталығын ашты. Онда кондитерлік өнерді үйренгісі келген қыздарға мүмкіндік берді. Ол өзінің өткенін ұмытпады. Себебі өзі де бір кезде мүмкіндік іздеген еді. Оқушыларға: арман үлкен болса да қорықпаңдар. Бастау үшін көп ақша емес, үлкен ниет керек дейтін. Көп қыздар оның әңгімесін тыңдап күш алатын. Мақпал енді тек кәсіпкер емес, көптеген адамдарға шабыт беретін жанға айналды. Бір кеште ол терезе алдында отырып, өткен өмірін ойлады. Бұрын ол жоқшылықтан қашқысы келетін, ал қазір сол қиын күндеріне де алғыс айтатын. Себебі сол күндер оны мықты етті. Ол түсінді, адамды бай ететін тек ақшасы емес, оның жүрегі, сабыры және өмір үшін күресе білуі. Мақпал өмірінде көп нәрсені өзгертті. Ол туыстарымен қарым-қатынасында мүлдем үзген жоқ. Мереке жиындарда араласып тұрды. Қажет кезде адамдық көмегінде аямады. Бірақ бұрынғыдай бәрін жүрегіне жақын қабылдамауды үйренді. Ол өмірден бір нәрсені үйренді. Туыстық тек қанмен байланысты болу емес, туыстық қиын кезде қасынан табылу, шын көңілмен қолдау көрсету. Мақпал ешкім бөш сақтамады. Ол өткенді қайтара алмайтынын білді. Кезінде оны іздемеген адамдарға да жамандық тілемеді. Бірақ ол өз өмірінде кімдерге орын беру керектігін түсінді. Оған екіжүзділік емес, адалдық ұнайтын. Сөзбен емес, іспен дәлелдейтін адамдарды бағалайтын. Адамның байлығына емес, мінезіне қарайтын. Бір күні анасы қызынан: қызым, сен туыстарына әлі де ренжіп жүрсің бе деп сұрады. Мақпал күлімсіреді. Жоқ, мама, мен ешкімге реніш сақтамаймын. Бірақ бізді кезінде керек қылмаған адамдармен тым қатты жақын болғым келмейді. Тек кездескенде сәлемім түзу болғанын қалаймын. Жақсы қызым, жүрегіңнің қалауын жаса, бірақ ауыр сезімдерді сақтама. Мақпал енді айналасына басқа көзбен қарайтын болды. Ол жанында адал, еңбекқор, шынайы адамдар болғанын қалады. Өйткені өзі де сондай жолдан өткен еді. Ол ешкімнің жағдайына қарап бағаламады. Кедей болса да, жүрегі таза адамды құрметтеді. Бай болса да, ниеті дұрыс емес адамнан алыстау жүруге тырысты. Жылдар өткен соң Мақпал өзінің алғашқы жасаған торттарының суретін қарап отырды. Кішкентай ас үй, қарапайым құралдар, арманы үлкен жас қыз. Ол сол қызға іштей алғыс айтты, себебі сол Мақпал берілмеген еді. Мақпалдың өмірі бір нәрсені дәлелдеді. Адамды бай ететін тек ақшасы емес, нағыз байлық, анаңның күлімдегенін көру, өз еңбегіңнің нәтижесін сезіну, жанында шынайы адамдардың болуы, және қандай биікке көтерілсең де, өзіңнің кім болғаныңды ұмытпау. Мақпал байлыққа кенелді, бірақ оның ең үлкен жеңісі жүрегін жоғалтпай адам болып қалған еді. Біршама уақыт өткен соң, Мақпал өзі сияқты кәсіпкер, өмірге көзқарасы ұқсас жақсы азаматпен шаңырақ көтерді. Екеуі бір-бірін түсініп, қолдап, бақытты отбасы құрды. Көп ұзамай дүниеге бір ұл, бір қыз келіп, олардың өміріне ерекше қуаныш сыйлады. Алайда Мақпал байлық пен жетістікке жетсе де, анасын ешқашан жалғыз қалдырмады. Ол анасының өзіне әрқашан қолдау жасағанын ұмытпай, әрдайым жанынан табылды. Апта сайын күйеуі мен балаларын ертіп, анасының үйіне барып, халін сұрап, бірге уақыт өткізетін. Анасы қызының осындай мейірімді, еңбекқор, қамқор болып өскеніне риза болып, әрдайым батасын беретін. Мақпал да балаларына әжесінің қадірін түсіндіріп, үлкенді сыйлауды үйретті. Осылайша Мақпал отбасымен бірге берекелі, бақытты өмір сүрді. Ол байлықтың ғана емес, отбасының жылуы мен ата-ананың алғысының адам өміріндегі ең үлкен бақыт екенін түсінді. Қалған өмірлерінде Мақпал мен оның отбасы тату-тәтті, бақытты ғұмыр кешті. Құрметті тыңдарман, егер бұл әңгіме сіздің көңіліңізден шығып, жүрегіңізге ой салған болса, арнамызға жазылып, бейнеге лайк басып, өз пікіріңізді комментарийге қалдыруды ұмытпаңыз.
Сіздім әрбір лайкыңыз, пікіріміз бен қолдауымыз бізге осындай әсерлі өмірлік оқиғалар мен қызықты аудио кітаптарды жиі жариялауға үлкен мотивация береді. Өмірде адамды бай ететін ақшасы емес, адал еңбегі, таза жүрегі және қасындағы шынайы адамдар екенін ешқашан ұмытпайық. Келесі әсерлі әңгімеде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.